Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін ана тілі 61-ші сабағын өтетін боламыз. Біздің тақырып заттың атын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Тақырыбымыз денсаулықты сақтайық. Кез келген адам өз денсаулығын күту керек. Ол үшін денесін шынықтыру қажет. Денені шынықтыруға жаттығулар жасау, жүгіру, суда жүзу жатады. Денсаулығы жақсы адам үнемі көңілді жүреді. Ойлау қабілеті артады. Денсаулықты сақтау үшін дұрыс тамақтанған жөн. Таза ауада көп жүрген абзал. Мәтін неліктен денсаулықты сақтайық деп аталған. Өйткені бұл мәтінде денсаулықты сақтау туралы айтылып тұр. Дені сау болу үшін адам не істеу керек? Дені сау болу үшін денені шынықтырып тұру қажет. Жаттығулар жасау керек, жүгіру керек, суда жүзу, осылар жатады. Адам, ауа сөздеріне сұрақ қой. Бұл сөздер заттың атын білдіріп тұрғанын байқа. Адам кім деген сұраққа жауап береді. Ауа не деген сұрақ. Міне осылай жазып қойсаңыздар болады. Кім деген сұраққа адам, не деген сұраққа ауа. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Келесі екінші жаттығу көркем жаз. Дәптерлеріңізге әдемелеп көркем түрде жазып қойыңыздар. Үшінші жаттығу. Допта жасырынған сөздерді тап. Сол сөздерді құрастырып сөйлем құра. Бізде бірінші допта шымыр деген сөз тұр. Екінші допта спорт. Үшінші допта күшті. Төртінші допта күрес деген сөз шығады. Енді сол сөздерге сөйлем құраймыз. Бірінші топтағы сөз шымыр. Шынықсаң шымыр боласың деген сөйлем құрадық. Екінші сөз спорт. Спорт денсаулық кепілі. Үшінші күшті. Спортпен айналысқан адам күшті болады. Төртінші топтағы сөзіміз күрес. Күрес спорттың бір түрі. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.